Тағы айтсам, тағы қалқыма идеяны азат қылыңыздар ше. Bir жұмысты істемей тұрып, бір жұмыстың қасына бармай тұрып, істемей тұрып, ойбай мен қарыз бұл көтем ба, мен айт қалам ба, мен сейт қалам ба деп. Әзірде де бір осы жырғап іштемеге жармай жүріп, енді қарыз болсаңыз не бопты? Әсілінде де біллай жөмеу чен. Шеде қайпашыма, қорқатын жерден өтіп кеттіңіздер ғой. Егер пәлен миллион пұлды құшақтап жатқан болсаңыздар, ойбай, мына әрен тапқан пұлымда, мына табан ет маңдай терімді қарыз боп қойыл қалам ба, мына бінченімді басып жатайын десеңіз енді әлгі ордаға тұқым басқан жылан құсап. Ал енді әзір сіз өзі әсілінде де қарыз боп, осындай болып кетті ғой енді, осы неменеден кейін тұрмыстар халықтың сәл төменде кетті ғой енді, осындай жағдайда бүтін дәсмайыңызды салып отырып бір жұмысқа істеп ұрынып көріңіздер. Кейде тәуекелшілікте адамды жақсы жолға бастайды. Мына 99-дан қимыл қылып берді, мына чапанда 3 ай кісі дүзгіліге келеді. Тек қана осы бір ғана реңінен қалқын, басқа реңінен зат жоқ. Ұқтыңыздар ма? Ішіміздегі мына мода киім киетін қыздарға, мынау 55-ке мына гансыр міне. Лохап екен. Қиын рахат екен. Мына анық бердім. Мен айтпақшы болғаным қалқым. Енді мейлі кім болыңыз, бұл өмір деген бәрімізге Mesela bir ağrıt qana keledi. Oynаңыз, күліңіз. Осы ойнап күлу үшін де ақша керек. Шаң шоғылыңыз. Бәріне ақша керек. Адам деген құлдай істеп патшадай жүру керек. Кейбір адамдар ғой таңертеңнен кеш бекер жататын тауа, қайтып күндер өтуде. Өз басым күнінде ақша кірмес ауырып қалам, расын айтайыншы тек. Сонда адам деген бір ақша деген кіріп, бірдеме істесеңіз бекер жүрмей. Мәнілі өтеді ғой бір. Жесеңіз де тамақ сіңеді ғой. Бекер жүріп ап, қайтып тамақ сіңеді деймін ғой. Бір арадан бір көңіл күйден де кетіп қаласың ғой, бекер жүрсің. Оның үстіне бір жерге барып ойнасаң да бір ойынды қамдаштырмайтын адамдар бар. Ойынды ойнап қамдаштыру керек, сабақ қарасаң сабақты басына атып шығу керек, қызмет істесең қызмет істеу. Әрбір нәрсені уайына жеткізіп қылу керек. Соған мына мен жаңа ұйымқат нөмірімді не қойдым, әне күні біреусін малым бар ма деп толсуғы бак жаңадан ашылған ұйымқат тез жабылып қалады ше. Ана 5-6 жыл істеткен ұйымқаттарды 90 адам арыз қылса да жаппайды. Сенімді болғанда ол. Соған мен қалдырып қоямын. Мына мені қосып алып, тек қана 10 мың юан ақша көп емес. 20 мыңның затын аласыз. Ешқандай жерде мына тиімділік жоқ. Мен өнерімді сатсам да 100 мыңға сатам, мен сізге айтайыншы. Менің осы күніме жетуім үшін мен қанша жығылып, қанша рет қойылып, қанша жерден қанша қандай болып, осы тәжірибе осы күнге жеттім. Соны сізге осы мал алғаныңызға, 20 мың сомдық мал алғаныңызға тағы осыны бергелі отырмын. Мен апарып, деп, сипа, мымыда деп қойсаңыз артық қылмайды. Құқтыңыздар ма қалқым? Соны айтпақшымын мен.